Всем привет! Қалдарыңыз қалай? Сразу өзімді таныстырып өтейін. Есімім Нұргүл Мұратбекқызы, 5 жылдық опыты бар трафик менеджер. Жалпы сіздердің осы жұмыс жасап жатырған Uptarget TikTok селлерствоның авторы, директоры деп айтсам болады. Бізге өте көп вопростар түсетін заттарға біз сабақ түсіруді жөн көрдік. Енді бұл сабақта сіздерге нені түсіндіретін боламын. Бизнес-центрға қалай кіреміз, жалпы бізден доступты алғаннан кейін қалай регистрация жасаймыз, біздің аккаунттарды қалай табамыз, иә? Біз сіздерге өзіміздің БЦ-мыздан сіздердің БЦ-ларыңызға РК-ны шерить етіп береміз. И сіздер соны қалай қабылдайсыздар. Соған тоқталайық. Ол үшін поисковиктен бизнес-центр деп кіресіздер. Сіздерге осылай ашылады. Начать дегенді басасыздар. Сіздерде осындай окошко шығады. Яғни, енді бастап жатырған болсаңыз, немесе новый почтаны регистрация жасайын деп жатсаңыз, ол кезде мына жерде регистрацияны басасыз, и новыйдан регистрация жасайсыз. Парольді қойғаннан кейін, мына жерге галочка қоясыздар, регистрацияны басамыз. Яғни, қазір сіздер TikTok БЦ-ға регистрация жасап жатсыздар, иә? Енді, мына жерде екі бірдей құралды таңдаймыз. Бізге почтаға қазір сообщение келеді, код келеді. Мына почтаға код келді. Осы кодты копировать етіп аламыз. Осы жерге қоямыз. Осылай сіздерде БЦ ашуға уже доступ ашылады. Название БЦ. Гүлбану деп аша салайын қазір. Мына жерге БЦ-ның часовой поясын қойсаңыздар болады. Мен Мальдивыйды ала салайын. +5, я бізде. Создать. Енді бізде осындай БЦ ашылды. Сіздерге Гүлбану ссылка берді. Енді сол ссылкаға кірейік. Мына жерге ссылканы басамыз. Осылай кіреміз. Мына жерден перейти деп басамыз. Осылай сіздерге окошко ашылады. Міне, мына жерде жазылып тұр. Пользователь Uptarget пригласил вас в TikTok бизнес-центр Uptarget с правами доступа стандартный. Яғни сіздерге қазір біз доступ беріп жатырмыз. Мына жерге уже имя жазасыздар, яғни өздеріңіздің БЦ-ларыңыздың атын жазсаңыздар болады. Немесе клиенттеріңіздің атын жазсаңыздар болады. Білмеймін. Что-нибудь придумайте. В общем, Гүлбану Uptarget РК деп қоя салайық. Мен просто осылай ойыма келген нәрсені қоя салып жатырмын. Сіздерде осылай БЦ ашылады. Мынау өздеріңіздің БЦ-ларыңыз, мынау біздің БЦ. Uptarget деп тұр, иә. Яғни, біз сізге қазір рекламный кабинет беріп тұрмыз. Мына жерден қарайтын болсаңыз, мінеки, сізде уже екі БЦ тұр, иә. Аккаунты деген жерге өтейік. Біздің берген рекламный кабинетіміз осы жерде тұрады сіздерде. Осы жерден өтіп, рекламная платформа дегенді басатын болсаңыздар, сіздерге ADS менеджер ашылады. Мінеки, бұл бізде ADS-ка. Енді мына жерден өтіп, English'тан русский языкқа өтіп ала салайық, иә, сразу. Но панель деген бөлім деп полностью сабақ үйретіп кетсең бе? Если сабақ үйренгілеріңіз келсе, конкретно твердый TikTok эксперт болып шыққыларыңыз келсе, бізде полный сабақ бар, курсымыз бар онлайн. Со жаққа келсеңіздер болады. Яғни, дайын сабақтарды көруге. Осылай ашылады, осылай доступты қабылдайсыздар, и дальше жұмыстарыңызды жасай бересіздер.